Әуежайды басып алу ісі бойынша Әйгерім Тілеужан 4 жылға, қалған азаматтар 8 жылға сотталды. Қаңтар оқиғасы кезіндегі әуежайды басып алу ісі бойынша бүгін Наурызбай аудандық сотында үкім шықты. Үкімнің арты жанжалмен аяқталды. Сот айыпталушыларды кінәлі деп танып, Әйгерім Тілеужанды 4 жылға бас бостандығынан айырды. Әйгерім Тілеужан қауіпсіздігі орташа түзеу колониясында жазасын өтейді. Қалған адамдар Нұрпейісов пен Нұрлан Дәлібаев 8 жылға сотталды. Сот үкімімен Ермұхамед Шлебаев пен Жанайдар Кәрменов те 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі шығар күні Наурызбай аудандық соты алдында сотталушылардың жақтастары, туыстары мен қоғам белсенділері барлығы 100-ден астам адам жиналғаны байқалды. Сот залына кіргендер айыпталушыларға бостандық сұрап ұрандатты. Қаңтар оқиғасынан кейін халықты қорқыта алмайды, ешқандай заң бұзбағаныма сенімдімін, өз ұстанымдарымнан бас тартпаймын, керек болса қамалуға да дайынмын, дейді айыпталушы Әйгерім Тілеужан. Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін сот отырыстарында айыпталушылардың жақтастары халық террорист емес деген жазумен плакат алып келіп, өз ұстанымдарын білдірген болатын.